Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, құрметті саяхатты жаны сүйетін қауым, баршаларыңызға кеш жарық. Менің есімім Сальвия, Травориум компаниясының амбассадоры боламын. Мен сіздерге бүгін қалай біз өзіміздің Травориум компаниясының ең үздік өнімі, ол әлемдік турлар деген әлемге саяхат сайты жайлы айтып өтетін боламыз, және де оны қалай қолдану процесін көрсететін боламыз. Енді сіздердің рұқсаттарыңызбен мен экранмен бөлісіп сіздерге соны көрсететін болайын. Негізінде біздің компанияның білесіздер 5 сайты бар қазіргі таңда. Сол сайтының бірі осы біздің әлемдік турлар. Әлемдік турлар ол компанияның жеке өнімі. Компанияның жеке өнімі, сондықтан бұл жерде әрқашан компания әлемнің түкпір-түкпірінен ең үздік қонақ үйлерді тауып, солармен контрактқа тұрып, соларды бізге ұсынуға асық. Міне біздің әлемдік турлар сайтымыз осылай басталады. Әлемдік турлар сайтында бізде бүкіл 12 айға, жылдың соңына дейін қай айда, қай направленияда турлар болады, әлемдік турлар солардың бәрінің тізімін салып қояды. Міне мысалы, мына жаңа Жанима ханым баршамыз міне бара жатқан амбассадорлық тур Прагаға, небәрі $1 алдық. Шілде айының 2 мен 6 жұлдызында өтетін. Міне Катарға бізде саяхат тұр 23 шілдеде 23-27 аралығында. Осындай көптеген турларымыз бізде жылдың соңына дейін. Міне қараңыз, қазір алып өтетін болсақ, мынау август айы, тамыз айына. Міне қараңыздар, керемет осындай резорттар бар Мальдив аралдарында. Будапешт, Венгрия. Сентябрь айына. Рим, Италия. Бұл жерге білесіздер, әлемдік турларды біз travel баллмен сатып аламыз. Және де әр әлемдік турда өзінің төлейтін азғантай төлем ақысы бар. Ол қосымша сіздің кабинетіңізден travel баллдары алынады, және осы жерде жазылған баға, міне мысалы мына Дубай, Біріккен Араб Әмірлігіне Дубайға 8 сентябрь мен 14 сентябрь аралығындағы демалыс небәрі $9 travel баллыңызбен төлейсіз, және картаңыздан небәрі $9 төлейсіз. Сондықтан да бүгінгі сабақтан кейін өз жеке кабинетіңізге кіріп, қазір біз жасайтын процестің бәрін жасасаңыз болды. Тек қана картаңыздың соңғы 3 санын жазбасаңыз, себебі әр біздің әлемдік турда болмағанда хотя бы $1 төлеуге тиіспіз. Сондықтан сол $1 төленбей сіздің әлемдік турыңыз броньдалмайды. Сондықтан қорықпаңыздар. Міне сентябрь айына көріп тұрсыздар, бізде сентябрь айына өтетін әлемдік турлардың өзі міне бітіп тұр. Сентябрь айында міне қанша көп бізде, негізінде ең көп әлемдік турлар осы сентябрь айына келеді. Себебі әлем бойынша сентябрь ең сондай туристік сезон болып табылады. Көпшілік ойлайды жаз айы деп, жоқ. Негізінде статистика бойынша осы сентябрь күздің бірінші айы туристік сезон болып көп жерде саналады. Себебі қатты күн ыссы жерлерде күн қайтып, ауа райы өте қолайлы болады қыдыруға. Сондықтан осы сентябрь айы. Міне мен сіздерге көрсетейін дегенім, біздің жылдың соңына дейін өтіп кеткен әлемдік турлар, мынау списігі, past tours дейді, өткен турлар. Июнь айында міне өткен.
Міне декабрь айының соңғы қазіргі әлемдік турымыз декабрь айының 17 мен 21 аралығында Мексикада соңғы біздің осы 25-ші жылғы соңғы біздің әлемдік турлар. Осылай өздеріңіз көріп отырғанда міне қараңыз, декабрь айына бізде ыстық көлден деп білесіздер, жақында ғана Қырғызстан мемлекеті ресми түрде ашылып, бұл жерде де компанияның 4-ші представительствосы ашылды Бишкектен. Енді міне әлемдік турларға ыстық көлден де резорт кіріп жатыр. Міне небәрі қараңыз, Лас-Вегасқа, қандай керемет демалыс. Қазір енді осы кез келген әлемдік турды біз броньдап көрейік. Мысалы, декабрь айында Лас-Вегас 15 мен 19 аралығы. Лас-Вегаста қазір небәрі қараңыз, 5 күн 4 түн. Сосын мына жерде әр әлемдік турда сіз мән беріңіз. Бізде әлемдік турлар тек қана отель болуы мүмкін, бірақ ол өте сирек кездеседі. Мысалы, мынау Лас-Вегастағы 5 жұлдызды қонақ үй, бұл жерде тек қана тұратын бөлме қана. Бұл жерде тамақ кірмейді. Бұның төлем ақысы небәрі $29. Білесіздер, Американың өзі өте сондай қонақ үйлері өте қымбат, жоғары бағада жүреді. Сондықтан $29 қалғандықтан бұл жерде тамақ таңғы ас бермейді. Міне, бұл жерде отель, тем более Лас-Вегаста, білесіздер, это өте сондай қала ғой, город развлечений, да? Город ночных огней деп жатады ғой. Міне қараңыз, 2 ересек. Бұл жерде бала кірмейді. Егер де бала алатын болсаңыз, оған қосымша ақы төлейтін боласыз. Оны қазір көреміз, қанша төлеу керек екен. 2 ересекке, осы баға 2 ересекке саналған. 15 декабрь мен 19 декабрь аралығы 4 түн 5 күн. Енді осы турды таңдағыңыз келсе, мына жерде суреттері бар. View фотос дейді, міне фотоларын көрсеңіз болады. Қараңыз, қандай керемет жерде орналасқан. Мынау номерлардың көрінісі. Енді осыны букнауды басатын боламыз. Таңдау үшін, осы букнауды басқаннан кейін міне бізге енді 540 travel point дейді. 1500, бұна қараңыз, $29 астында жазулы тұр. 1540 travel point қажет екен. Осы саяхат үшін. Яғни, сізде бұл жерде, мысалы, менде travel point-ым жақында ғана әлемдік турдан келгендіктен, менде travel point-ым тек қана 540 қалған. Сондықтан, мен үшін бұл отельді алатын болсам, менің төлем ақым $529 құрайды. Яғни, менде 500 travel point, 500 емес, қараңыз, 1000 travel point жеткіліксіз, сондықтан компания маған $500 төлеуге өзіме ұсыныс жасайды. Сондықтан, міне, жақшаны көбейтесіз, қолданасыз, бар travel point-ыңызды беру үшін, бегуноқты жылжытсаңыз, сіздің travel point-ыңыз, қажетті travel point алынады. Және мына жерде select travelers дейді. Міне, мына жерге сіз енді жазасыз. Ересек, adults деген ересек адам. Бұл жерде, мысалы, 2 ересек адамға таңдадық. Егер бала болса, міне баланың жазысын қараңыз. Teens дейді, подростки, 13 пен 17 жас аралығында, балалар 1 жас пен 17 жас аралығында дейді. Ол жерге міне, бала қосатын болсақ, $0 деп тұр, Мысалы, бала қосып көрейік, 13 жастан емес, 1 жастан 17 жасқа дейін. Бұл жерге қосылмайды, тек қана 2 ересек адамға. Осындай тек қана
ересектерге арналған отельдер де болады. Енді букты қайтадан басамыз. Енді қараңыз, бізде міне шығып тұр. Датаңыз декабрь айы, 15 мен 19 аралығы, 2 ересек, 1 бөлме. Менің қолданатыным өзімнің жинақталған 540 балым, және картадан маған $529 төлеуге тура келеді. Себебі менде travel point жеткіліксіз. Енді қараңыз, бірінші қонақ мен өзім, себебі менің аккаунтым, мен әрқашанда жазылып тұрамын. Бұл жерде мен өзімнің туылған күнімді, бұл жерде жылды былай айналдырудың қажет жоқ. Мына жерде ең үстінде көріп тұрсыздар, 2007 деп жазылған. Соның үстіне бассаңыз, мынадай жылдар шығады. Және бұл жерде міне июнь айының установить. Мен өзімнің туылған күнімді, екінші адамның, мысалы Сауле деп жазайық, Сауле туылған күні оның. Так. Мысалы 72 жыл, 14 декабрь. Оның туылған күнін жаздық, және де мына жерде соглашениеға келістім деген галочкаларды қойып шығамыз. Міне, осыдан артық ештеме қажет емес. Тек қана full name десе, ол демек аты менен фамилиясы жазылу керек. Міне, мысалы да жазылды. Енді complete booking дейді. Бұл жерде енді маған жаңағы $529 төлеу үшін мен өзімнің картамның данныйларын енгізем. Мына жерде картаның номері, берілген мерзімі, және картаның соңында артыңғы жағындағы 2-3 санды. Мына жерге сосын біз нені жазамыз? Кімнің атындағы карта? Мысалы, сіздің картаңыз өз атыңыздағы картадан төлеп жатсаңыз, өзіңіздің атыңызды және өзіңіздің данныйларыңызды жазасыз. Мысалы, сіздің жұбайыңыздың картасы, немесе балаңыздың картасы. Сол кезде сол кісінің данныйларының бәрін толтырып, мен жерге биллинг адрес дейді, адресіңізді жазасыз. Қала, штат жоқ бізде, қалаңызды қайталайсыз. Zip код деген ол индекс. Мен жерге индексіңіз жазасыз. Мысалы, мен қазір толтырып өтейін. Мысалы, Көкшетау деп жаздым. Мен жерге тағы да қайталаймын. Немесе бұл жерге областыңыз жазсаңыз болады. Мен Ақмола деп жазам. Ақмола облысы 021-234. Так, Сабатаев. Кешіріңіз сұрауға бола ма? Осыны орыс тілінде жасауға болады ғой тоже, да? Болады, орыс тілінде жасауға да болады. Оның ешқандай несі жоқ, себебі менің кішкене қазір ноутбугым істен шығып, телефоннан шығып тұрмда, телефонымда ауыстырылмай тұр. Негізінде ноутбукпен кірсеңіз, переводтауға болады. Конечно, әрине. Орыс тіліне бізге өзіміз 1,5 жылдан бері қолданғаннан кейін бізге үйреншікті болып қалды да. Біз пайдалана береміз ағылшын тілінде. Негізінде бұл жерде ешқандай артық ақпарат жоқ. Карта болса, сол картаның өзі 3-ақ данные болады, мерзім 4 данные, аты жөніңіз картада жазылған, тура картада жазылғандай. Картаның номері, берілген мерзімі және CV код, артын соңындағы. Және адрес болғанда да бұл жерде міне қарадыңыз, қала, штат болғанда қаланы қайталаймыз, индекс жазамыз, көше жазамыз. Болды. Енді осы бәрін толтырғаннан кейін мына жерде кнопка бар. Оплатить с этой карты. Осы картадан төлеу деген сөз.
Осыны бассаңыз, онда төлем өтіп, сізге подтверждение брони келеді. Болды. Осы жерде сіз өзіңіз таңдаған әлемдік турларыңыз, мына жерде мировые туры деп жазылып, соны былай қозғалтсаңыз, мына жерде ең соңында My Trips деп жүр, мои путешествия деп аударылады. My Tripsті басатын болсақ, мына осы жерде сіздің таңдаған әлемдік турыңыз, өтіп кеткен және болашақ әлемдік турларыңыздың бәрі осы жерде болады. Міне қараңыз, менің алдымдағы келе жатқан менің әлемдік турым бұл Прага, Чехия мемлекетіне, міне 2 июль мен 6 июль аралығы. Мынау менің кеше барып келген әлемдік турым Дубайға. Июньнің 2 мен 8 аралығы. Ал мынау өткен жылғы менің әлемдік турым, 24 жылдың сентябрында барып келген. Яғни сіз өзіңіздің неңізді көретін болсаңыз, осы жерге басып көре бересіз. Бүкіл данныйлар, кіммен барған едіңіз? Мен мына сентябрдегі әлемдік турға мен ұлыммен барған болатынмын, міне ұлымның аты да жазылды. Осы жерде барлық данныйларыңыз сақталады. Мысалы, есіңізден шығып кетті, сіз қай әлемдік турды алған едіңіз? Болады ғой сондай жағдай. Сол кезде кабинетіңізге кіріп, My Tripsқа кірсеңіз болғаны. Сосын да, құрметті әріптестер, сіздерге бір айтып өтетін жайт, осы әлемдік турды таңдаған сәттен сіз әлемдік турға барғанша әрқашан ай-май өзіңіздің төлеміңіз төленіп тұру керек. Егер де сіз безоплатник болсаңыз, 3 адамыңыз болса, онда міндетті түрде өзі компания өздігі түскен ақшадан алынып отырады, сіздің ай сайынғы төлеміңіз. Ал егер де сіз тек қана клиент, сізде әлі ондай партнерларыңыз жоқ, өзіңіз төлеп отырған болсаңыз, соны қадағалаңыз. Себебі компанияның ережесі бойынша осы әлемдік турды броньдағаннан кейін сіз әрқашан активності сақтап отыруыңыз керек. Егер де сіздің счет келеді ғой, бір ай толғанда 30 күннен кейін сізге жаңа счет келеді. Сол счетыңыздың 20 күннен асып кетсе, төленбеген уақыты сіздің әлемдік турды компания отмена жасауға мүмкіншілігі бар. Ол біздің ережелердің ішінде жазылған, бірақ оны да жайдан жай сізге жауып тастамайды, біреулер көрмейді ғой. Сондықтан бізге поштамызға, сізге және сіздің жоғарғы спонсорыңызға 3 хат келеді. 10 күн өткеннен кейін хат келеді, және 3 күн қалғанда, және сол күні тағы да бір хат келеді. Сізді ескертіп отырады, есіңізге салып отырады компания, сіздің төлейтін төлеміңіз бар деп. Соны бізге енді білемін, біз WhatsApp-қа, басқаға үйреніп қалған, біз поштамен жұмыс жасамаймыз, электронды поштамен. Ал бұл жерде Европа, Америка, олар тек қана сол электронды поштамен жұмыс жасайды. Сондықтан бұл жерде бізге енді электронды поштамызға жиі кіріп тұруға, ол біздің компаниямен тікелей байланысымыз. Сол моментті ұмытып кетпеңіздер. Және де компанияның өзінің әр әлемдік турдың өзінің ережелері бар. Мысалы, сіз қанша алдын ала алсаңыз, өзіңізді әлемдік турды сонша жақсы. Неге? Себебі сіз қасыңызға көптеген адамдарды ала аласыз. Мысалы, мына Прага мемлекетіне, бұл Шенген визасын қажет ететін мемлекеттер. Бұл жерге алдын ала броньдап, сіз визаға тапсырыс беріп қоясыз. Виза енді ол визовый центр посольствоның қолында болғаннан кейін бір адамдарға беріп жатады, бір жандарға бермей жатады. Сондықтан алдын ала алсаңыз, сіз визаңыздың мәселесін шешіп қоясыз. Сізге виза берілмей жатқан сәтте алдын ала болса, компанияға жазып, балыңызды қайтарып, әлемдік алған турыңызды қайтарып ауыстырып, немесе қайтарып алсаңыз болады. Ал егер де сіз ол уақытты үнемдемей, таяп келгенде алып, сосын мысалы виза жағынан қандай да қиындықтар туындап жатса, онда компания қайтармауға хақысы бар. Себебі ол сатылмаға, бұл отельдер, негізінде осы әлемдік турдағы отельдер, бұлар компания бізге шектеулі санда номерларды 1 жыл бұрын сатып алып қояды. Бұлардың ақшасы 100% компаниядан төленіп қойған. Сондықтан бұларды отмена жасаған сәтте компания не істеу керек? Оны қайтадан сату керек. Сол үшін ол компанияға уақыт керек.
сол сәтті, сол моментті жіберіп алмаңыздар. Сосын билет самолетке қалай аламыз? Енді қазір мен демонстрацияны тоқтатайын. Так. Енді қараңыздар, самолетке осы броньды жасап, мысалы визалық мемлекет болса визаны аламыз, одан кейін ғана біз ұшаққа билет алуға кірісеміз. Ұшаққа билет алу сабағын мен сіздерге бөлек өткізіп берем. Алла жазса, ертең немесе понедельник күні өткізетін болам. Ол сабақты ертең бізде тағы бір сайтымыз бар, сол бір сайтты өтеміз, солдан кейін билеттерге көшеміз. Мен сіздерге қалай билеттерді іздеуге болады, қалай өте тиімді билет алуға болатын, соны бәрін жолын осылай телефон арқылы демонстрация жасап көрсететін боламын. Енді әлемдік турлар жайында сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар бар. Кейбір турларды қарағанда обучение послов дейді. Онда мысалы жай кісілер бара ала ма мысалы? Просто члены, которые не занимаются этим. Дұрыс. Кез келген әлемдік турға сіздің базаңызда тұр ма, оның кез келгеніне бара аласыз. Обучение послов деген сөз, ол жерде амбассадорлардың тренингі өтеді. Сіздің әлемдік турыңызға уже 2 билет соған кіріп тұр. Сол обучениеге қатысатын. Қосымша сізге сыйлық ретінде беріліп тұрады. Сондықтан ол жерге біздің кез келген әлемдік турға бару үшін сіздің бір дәрежеңіз болу керек, ондай требование жоқ. Кез келген адам қалаған әлемдік турына бара алады. Сондықтан ол жерде тек қана ол как информационный характер жүреді, ескертеді компания, ол жерде обучение болады. Ол обучениеға қатысуға әрине барып тұрып қатыспау деген мен ойлаймын дұрыс емес, барғаннан кейін қатысу керек. Бізде айтады ғой, білгенім 9 болса, білмегенім 99 деп. Әрқашанда біреуден бір зат үйренуге асық болуымыз керек. Сондықтан ол жерде әлемнің түкпір-түкпірінен қазіргі Travorim компаниясының амбассадорлары, олар жылына 1 рет сондай әлемдік турда тренинг өткізуге міндетті. Сосын тағы да бір керемет жайты бар. Осы әлемдік турға амбассадор тренинг қоюға бара жатқан сәтте компания оған сол әлемдік турды сыйға сыйлайды. Оның қосымша демалысы амбассадордың. Және де $500 оның жолына төлейді компания. Сондай алла жазса, сіздерде амбассадор болғанда, сіздерде де әрбір амбассадорда сондай мүмкіншілік бар. 1 немесе 2 рет жылына әр амбассадор өзінің қалауымен, оны да компания белгілемейді, сен анда барасың, сен мында барасың деп, оны да өзіміз таңдаймыз. Өзіміз таңдаймыз, президентке жазамыз. Мысалы, мен өзіме осы 25-ші жылға Катар мемлекетін таңдадым. Сол жерге әлемдік турда мен обучение өтемін деп ұсыныс жасадым, соған мені тағайындады. Сол сияқты бұл әр амбассадордың қолындағы мүмкіншілік және бір демалыспен қатар ол жерде де сондай өзінің опытымен басқасымен бөлісуге. Сол әлемдік турлар негізінде жаңа қарап өтсеңіз, компания әрқашанда өте жоғарғы деңгейдегі қонақ үйлерді таңдайды. Енді әрине ол жерде де кішкене 4 жұлдызды қонақ үйлерде кездеседі, қалалық отельдер, кішкене бюджетный болады, сол жерде $1 төленеді. Прагада да, допустим, тоже 4 жұлдызды отель. 5 жұлдызды отельдер көбінесе, бірақ ол жерде 5 жұлдызды отельдер. 5 жұлдызды отель болғанда да, міне барып келді бізде Дубайда, Таиландта болдық, Вьетнамда өтті, расында да қанша демалып жүріп, Вьетнамда, Таиландта ондай қонақ үйлерде болған емеспіз. Себебі олар әрқашан, мына бұрын айтамыз ғой, бізге ол қолжетімсіз, шетелден келген қалталыларға қолжетілімді, тура сондай қонақ үйлер тағайындап жатқаны компанияның. Сондықтан сіздерге тілерім асықпай іздеп ішінен, сіз олардың компанияда 5 жыл мүше болсаңыз, практически әрбір әлемдік турына барып келуге мүмкіншілігіңіз бар. Одан да көбейіп жатады, алла қаласа, мемлекеттер ашылып жатыр. Осы жылдың соңына дейін тағы 1-2 мемлекет ашылады. Әр мемлекет ашылған сайын сол мемлекетке әлемдік турлар құралады.
Сондықтан Travelling ол сізге әлемге кілт. Бүкіл әлемді осылай саяхаттап жүріп, және жалғыз емес, бізде әр әлемдік турға жоқ дегенде 50 номер болады. Сәуле ханым, Иә, 100 адам демалуға Ан- мүмкіншілік бар. анда максимальный балл дейді, сосын доллар қосылып тұр. Қалай түсінуге максимальный балл салу керек деп? Максимальный балл деген сөз, сол турдың максималды балл сонша бересіз. Егер де сіздің балыңыз жаңа менікіндей жеткіліксіз болса, мысалы, балыңыз жеткіліксіз болса, онда компания сізге жетпеген балды, мысалы, сіз 3 ай болды да, партнер болдыңыз. Сізде әлі балл аз. Себебі бізде кез келген адамда айына небәрі 270 travel балл ғана жиналады. Көп емес, аз емес, бәріміздікі бірдей. 3 айда сізде 810 ғана travel балл, Ал мысалы, ол саяхатқа сізге 1500 travel балл қажет. Соның жетпеген балыңызды сіз қаласаңыз, бірақ барғыңыз келіп тұрса, сол әлемдік турға жетпегенін картадан доллармен төлеп бара бересіз. Сізде шектеу жоқ. Тіркелгеннен кейін тек қана 6 айдан кейін шығасын әлемдік турды деген жоқ. Сіз тіркелген сәтте 1 айдан кейін де, 2 айдан кейін де кез келген әлемдік турды өзіңіз көңіліңіз қалағанды алып бара беруге мүмкіншілігіңіз бар. Әрине, өзіңіздің балыңыз жеткілікті болғанда тек қана үстіндегі жаңа $1, $9, $29 деген сол ақшаны төленеді картаңыздан. Ал егер де балыңыз жеткіліксіз болса, жаңа менікі шығып тұрғанда, менде $1000 балл жетілмей тұр, соған маған компания $500 картамнан қосымша төлеуім қажет болып тұр. Сондай жағдай. Қазір, например, мен октябрьға алсам, уже қазір қанша бар, соны бүкіл төлеу керек қой, сразу. Бүкілін төлейсіз, жетпегенін сіз доллармен картадан төлейсіз. Мысалы, сізге жеткіліксіз болып тұрса. Түсінікті. Анда балл жазылып тұрады ба? Что-то я не видела, что жазылып тұратынды. Сіздің балыңыз ба? Не, анда вот где выбираешь же в это направление? Жоқ, сіз ана бук дегеніне кіресіз. Міне, мировой турға кірдіңіз. Сол жерде қара кнопка болды ғой, бук деген. Соған көресің, да? Книга деп, орысша переводтасаңыз, книга деп тұрады. Книга дегенге бассаңыз, арғарай көресіз. Қорықпаңыздар, басып, арғарай кіре беріңіз. Тура бүгінгі менің жасаған действияларды жасап, кіріп көре беріңіз. Соңғы картаңыздан ақша төлегенше сізде ештеме броньдалмайды. Еш қорықпаңыздар, әрбірін ашып көріңіздер. Өзіңізге қызықты болғанда. Тағы сұрақ қойыңыз. Қойыңыз. Бірінші біз отель таңдаймыз, сосын виза болса виза аламыз. Содан кейін самолетқа билет аламыз, Бұл әлемдік турларда. Бізде бір сайт бар, кеше көрсеткен менің travel сайтымда. Ол жерде бірінші самолетқа билет алсаңыз болады. Себебі алдын ала алсаңыз, білесіз, өте тиімді аласыз. Билет алып қоясыз, сол алған датаңызға сосын біз отель таңдаймыз. Солай сізге өте ыңғайлы. Себебі неге? Мысалы, отель алып қойдық дейік, 10 мен 15 аралығы да, шілде айының, ал именно 10-на жететін ұшақтардың билеті өте қымбат болып тұр. Мысалы, 8-не вообще оның жарты бағасы болып тұр, Сондықтан біз бірінші өзімізге выгодный авиаперелет іздейміз, travel сайтпен саяхаттағанда, сөйтіп оған сәйкестері бізде 2 миллион отель болғаннан кейін әрқашанда кез келген датаға біз отель таба аламыз. Получается, можно менять дату, да, или как? Нет, смотрите, сіз, мысалы, самолетіңіз travel сайтпен барғанда, біз әрқашан біздің мақсатымыз осы Travelling мүшесі болудың да мақсаты саяхатымызды қолжетімді жасау, дұрыс па? Сондықтан саяхатымыз барынша қолжетімді болу үшін біз travel сайтпен қыдырғанда бірінші самолеттің ұшаққа билет аламыз. Қай дата сізге, өзіңізге, графигіңізға тура келеді, бағасы сізге тура келеді, сол билетті ала бересіз. Сол билетіңізге сай, сосын біз сізбен бірге отырып, travel сайттан отель іздейміз.
Сол датаға қай отель бізде жақсы скидкалар беріп жатыр, иә, соны таңдаймыз. Тегін Ал болады ма егер или оған надо платить па? Непонятно. неге Отельге. Там же бағасы. travel сайт, ол ақшамен аламыз, жақсы жеңілдікпен, бірақ ақшамен аламыз. Мына әлемдік турларда біз travel балмен аламыз. Бізде 5 сайт бар. Сол 5 сайттың екеуінде біз travel сайтпен, мировой турмен, getaway'да біз жинақтаған балмен аламыз. Ал бізде 2 travel сайт бар, 2 travel сайтта біз жақсы скидкамен, бірақ қолма-қол ақшамен аламыз. Түсінікті ма? Так, сосын тағы да поощрительная поездка деген не? Оны қалай алуға болады? Поощрительная поездка, ол бізде ынталандыру сапары, ол кез келген партнер Травориумға мүше болған сәтте оған берілетін сыйлық. Ол сыйлығыңыз мүше болған күннен бастап 14 күн өткеннен кейін сіз таңдауға мүмкіншілік аласыз. Бірақ енді 14 күннен кейін таңдап, келесі айда ұшып кетем деген моменттерде болады енді, қыс айларында кішкене әлі отельдерге выбор болған кезде. Бірақ қазір көбінесе жазғы айда бәрі демалысқа шыққысы келеді. Негізінде ол даже поощрительный поездкаңызға, сыйлыққа берген саяхатыңыздың өзін алдын ала жоспарласаңыз, сізге жақсы отельден номер алуға және де билетіңізді де үнемді алуға мүмкіншілік. Таяп қалғанда алсаңыз, орын болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Себебі ол без исключения кез келген партнер болған сәтте берілетін саяхат, сондықтан оған сұраныс өте үлкен. Оның мерзімі бар ма? Мысалы, қанша уақыт мүше Әрине, болу керек? Тіркелген сәттен, жоқ, мүше болу керек емес, сізде тіркелген сәттен 1 жылдың ішінде сіз мемлекетті таңдауыңыз керек. 38 мемлекеттің ішінен қайда барғыңыз келеді, сол мемлекетті таңдап, курортный налог дейді ғой, городской налог, соны төлеп қоясыз. Солны төлеген сәттен сізде тағы да 18 ай бар, сол ынталандыру сапарыңызды пайдалануға. Яғни сізде тіркелген сәттен 2 жылдан астам уақыт бар, сол сапарды пайдалануға. Қанша адамға шейін, сосын что-то түсініксіз, немене төлеу, қандай налог төлеу керек дедіңіз? Городской налог. Кез келген жерге біз турист ретінде кіргенде, туристік налог төлейміз. Дұрыс па? Мысалы, американдықтар, ағылшындар, басқаларда біздің елімізге келіп гостиницадан орналасқанда, оларда отельный налог төлейді, городской налог. Туристический налог деп айтады, городской налог деп айтады. Соны төлейсіз. Оны отельді алғаннан кейін ғой. Жоқ, оны отельді алғаннан кейін емес, оны сіз таңдау жасағанда төлейсіз. Понятно. Неше адамға шейін баруға болады? 2 ересек, 2 бала. Ол стандартты, бірақ болады отельдерде 4 адамдық размещениесі жоқ. Кішкентай отельдер болады, особенно Европада көп кездеседі, ол жерде тек қана 2 ересекке болуы мүмкін. Ол отельдің категориясына байланысты. Ол мемлекетке де емес, ол отельге байланысты. Бір отельдерде тек қана шағын болады. Мысалы, біз өткенде Японияға бардық қой, отельдері, номерлары өте шағын, 4 жұлдызды отельдің өзінде демалғанда, шағын, ол жерде 3-ші адамға мынандай дополнительный кровать қоятын орын жоқ. Сондықтан ондай отельдер әрине тек қана 2 адамға болады. Үлкен номерлары бар отельдер бар, мысалы Түркияны немесе Дубайды басқа жерде таңдасаңыз, ол жерде олар қосымша кровать береді, сондықтан ол жерде 2 ересек, 2 бала спокойно жайғасуға болады. Оны жаңағы сіз көрсеткен неден қай жерде таңдау керек? Вот мировой Оны бөлек сабақта өтетін боламыз, соғанда кіріп тыңдаңыздар. Бүгін онсызда кішкене ақпарат көбейіп, шатысып кеттік біз, шатысқан жоқпыз, просто сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп жатырмын. Ол бөлек, сол ынталандыру сапары деген менің ютубымда бар, және де қайталап өтемін, тағы да кіріп тыңдап қалғаны сол жерде көріп алсаңыздар болады. Ізғали аға, сұрай қойыңыз. Кеш жарық, саламатсыздар ма? Кеш жарық, саламатсыз. Мына сайтта қарап отырмын, әлемдік нелерде забронируйте до 2 номеров дейді. Сонда қалай, 2 нөмір снимать етуге бола ма балға?
Мысалы, сізде біз айтамыз ғой, бір жыл жинақтаған сіздің балыңыз сізге 2 саяхатқа жетеді деп, иә? Ал егер сіз бір жыл жинадыңыз да, бірақ сіздің семьяңыз үлкен, сіз бір номерға сыймайсыз. И және бізде госслужащийлар бар, мұғалімдер бар, олар айтады, біз жылына 2 рет шыға алмаймыз, бізде отпуск 1 рет қана, иә? 2 номерді сол балыңыз жетіп тұрса, әрбір балға жаңағы 1500 балл бересіз, және үстіндегі $9 ма, $29 ма, соны төлейсіз. Сондай 2 номер, сол әлемдік турдан сразу 2 номер алуға мүмкіншілігіңіз бар. Ол енді екінші номер алғанда, ол сіздің достарыңызға, жора жолдастарыңызға емес, ол жанұяға арналған. Мысалы, сіздің аккаунтыңыз, Ызғалияға, біреуін өзіңіздің атыңызға алдыңыз да, балаларыңызды жаздыңыз. Екінші номерді сіз жолдасыңыздың атын алдыңыз да, және балаларыңыз ба, немереңіз ба, соларды жазып, 2 номер сразу алып, жинақтаған балыңызды бір әлемдік турмен пайдалануға мүмкіншілік. Мысалы, Ол 1500, кешіріңіз, мысалы 1500 балл дейік, иә? 2 кісіге. Сонда енді қалған 2 балаға тағы да 1500 төлеу керек. Солай ғой да, балл? Жоқ. Бізде қараңыздар, әлемдік турлардың өзі әртүрлі деңгейде болады. Кейбір әлемдік турлар жаңағы Лас-Вегас сияқты 2 ересекке арналған. Мысалы, бізде қазір Дубайға демалысқа кетіп жатыр, ол жерде 2 ересек 2 балаға арналған. Демек, сіздің төлеген $1500, бірақ әрқашанда, әр мемлекетте, әр отельде баланың жасы жазылады. Бір жерлерде бала 12 жасқа дейін, бір жерлерде 15 жасқа дейін бала, 17 жасқа дейін де кездеседі. Ол отельдің, ол травориумның требованиясы емес, ол отельдің требованиясы. Сондықтан сол жерге қарайсыз, баланың жасын көріп аласыз. Сіздің балаңыздың жасына тура келіп жатыр ма? Онда 2 ересек 2 балаға жаңағы $1500 бересіз, картаңызда $29 төлейсіз, болды. 4 адамға бронь жасадыңыз. Ал егер де сіздің балаңыз ол жастан өтіп кеткен болса, мысалы, ол жерде 12 жастып жазылып тұр, ал сіздің балаңыз 15-те. Ол сәтте компания өзінде астына жазып қояды. Егер бала ол жастан асып кеткен болса, күніне, мысалы, көбінесе $25, суткасына $25. 6 күнге сіз $150 доплата жасайсыз да, ол ересек балаңызды да қосып алып кете бересіз. Ал егер балаңыздың жасы тура келіп жатса, ешқандай қосымша төлем төлемейсіз, сол 2 ересек 2 балаға бронь жасайсыз. Ал бір отельдерде болады 2 ересек 1 бала. Ол жерде уже 1 баланы ала аласыз. Сол әр отельдің өзінің требованиялары бар. Соны әлемдік турды қарағанда, соны мұқият қараңыздар. Ал егер мынандай сұрақ, мысалы, баламыз үлкен болса, өзінің семьясы болса, оның балалары болса, немерелерімізбен барайық десекші. Әрине бара бересіздер. Жоқ, онда қалай балды қалай қолданамыз жаңағы, мысалы? Мысалы, 1500 балл деп тұр ғой. Соған, мысалы, біздің баламыз тағы да әйел, келініміз бар, немерелеріміз бар деген сияқты. Онда қалай болды? Мысалы, сіздің дедушкаңыз бар ма? Иә, бар. Сіз өзіңізге, сіздің атыңызда кабинет, сіз аласыз да, мысалы, балаңызды немереңізбен өзіңіздің номерға жазасыз. Екінші номерді жолдасыңыздың атына броньдайсыз. Ол жерге, мысалы, ол жерге балаңызды, өзіңізге келініңізді немереңізбен жазып аласыз да. Шалыңызға броньдаған кезде, ол жерге балаңызды тағы немереңізбен жазасыз. Түсінікті. Ал одан кейін қалай ауысып жатасыздар, өздеріңіз білесіздер барғаннан кейін. Ең бастысы сол, түсінікті ғой, Иә, түсінікті, бірақ сонда басқа балл төлеу қажет емес қой, да? Не 2 раза, допустим, не 1500 баллов, не 3000. Нет, жоқ, шатыспаңыздар. Егер 2 номер броньдайтын болсаңыздар, онда 2 рет $1500 бересіз. Бұл бір номердің бағасы. Бір номердің бағасы $1500, 1500 балл, $29. Ал екінші номер алатын болсаңыз, тура сондай төлейсіз. Рахмет, енді түсінікті. Енді түсінікті, маған да. Бүгін мировой туры ғана да, нетеміз? Бүгін тек қана мировой туры. Бізде себебі бәрін араластырып тастасақ, адамдарды былай қарап отырғанда, тыңдап отырғанда бәрі түсінікті сияқты да.
ал кейін түсініксіз. Сондықтан біз әр сайтты бөлек-бөлек қараймыз. Ертең өзіңізге қажет кезде сізге әлемдік тур қажет па, броньдап жатсыз ба? Сіз аласыз да, как инструмент осыны пайдаланасыз, броньдайсыз. Миға қонымды. Оның бәрін бір күнде мен бір сағатта да айтып бере аламын, бірақ ол олай да жасап көрдік, олай адамдардың ұғуы қиындау екен. Сондықтан бәрін бөліп. Сіз мировой тур қайда барасыз? Вьетнамға, да? Жоқ, мен Катарға барам. 20 августта Катарға. Алла бұйыртса. Мировой туры, да? Да. Оның алдында бізде енді мына июль айында Прага тұр. Қазір 2 мен 6 аралығы июльдің Прагада боламыз, Алла бұйыртса. Августта Катарда. Визаны алу оңай ма екен? Прагаға алу визаны оңай ма? Негізінде сіздерге оңай. Білесіздер ме неге? Сіздер енді жұмысқа қалмайсыздар. Сіздерге Америкаға да береді, Европаға да береді, сіздерге без проблем береді. Енді жастарға кішкене қиындау, себебі ол жаққа жұмысқа көп кетеді ғой жастар. Соларды қаттырақ не қылады. Сіздерге Америкаға алсаңыздар да береді. Жоқ, жұмыс істейміз ғой біз, мысалы, жұмыс істейміз. Жұмыс істегенде бізде... Жоқ, имею в виду, Гүлзира ханым, ол жақта жұмысқа қалмайсыз ғой. Олар сол қалып кетеді деп қорқады, сол үшін виза бермейді. Мысалы, жастар көбінесе барып жұмысқа қалып кетеді, сондықтан бергісі келмейді. Ал сіздер енді бармайсыздар о жаққа жұмысқа. Мына жақта жұмыстарыңыз бар, орныққансыздар. Сіздерге қайдан білесіз? Қайдан білесіз? Кетіп қалыңыз жұмысқа. Содан кейін виза алу үшін, мысалы, бізде жұмыс басталады, мысалы, сентябрьде виза алу үшін бізге жұмыстан справка керек қой, иә? Или только отпуск уақытында ғана ма? Жоқ. Просто сізге справка требованиясы бар. Оған сіз сол жерде жұмыс жасайсыз деген справка аласыз. Сіздің отпускыңыз қашан, басқа оларға ол вообще маңызды емес. Түсінікті, рахмет. Тағы да бір сұрақ. Мында вот что означает только одно бронирование номера на мировой тур на одну учетную запись дегенді қалай түсінуге болады? Демек, ол мировой турда сіз 2 номер ала алмайсыз. Бірақ номер аласыз. Ал 2 номер алуға болатын жерде өзі отметкасы бар компанияның сол мировой турларда 2 номер алуға болады. Қалғандарының бәрінде негізінде бір номер алынады. Түсінікті. Жаңағы сияқты, мысалы, бір номерді 4 кісіге, 4 үлкен кісіге де алуға болады ғой, да? Если вот кровать қойып қоятындар, ондай жағдайлар бола ма? Жоқ, 4 ересек кісіге мен ондай әлі мировой тур кездескен жоқпын. Бір номерді 4 ересек деген. Или бывает же вилла бір нәрселер, или олар не деймін, поощрительный деймін. Оны Getaway сайтында обучение өткізем, сол кезде айтып берем, е? Ол жерде 8 адамға дейін броньдауға болады. 8 ересекке дейін. Не нәрсе ол? Getaway'да біздің келесі сайтымыз, ол жерде де осы балмен төлеп аласыздар. Это не поощрительная поездка, это другое. Getaway'да ертең как раз обучение өтеміз, ертеңгі обучениеға кіріңіздер, сол жерде де көрсетем. Сол жерде 8 адамға дейін барып демалуға болады Getaway сайтымен. Рахмет. Түсінікті. Жақсы, сұрақтарыңыздың бәріне жауап бердім. Мен ойлаймын, бүгінгі әлемдік турларды енді тағы да қызықтырса, және қайталап записті саламын чатқа, сол жерде көрерсіздер. Сұрақтарыңыз болса, ертең де қойсаңыздар болады. Ал бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет, Алла разы болсын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.